Бүгінгі видеода жөтелді басатын, емдейтін йокс дәрісі туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода қазір көбісі тамақтарына салқын тиіп жүр, тамақтары ауырып жүр, күн салқын деген сияқты. Сол үшін осы видеоны шығарып отырмын. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Сіз бөліссеңіз, басқаларға пайдасы тиіп қалар. Бұл йоксты тамақ енді ауырып келе жатқанда шашқан жақсы. Бұл деген шашпалы спрей болып келеді. Қандай ауруларды емдейді? Ангина, фарингит, танзилит, глоссит, стоматит деген сияқты ауруларды емдеуге болады. Бұл дәріні 8 жастан бастап шашуға болады. Бұл дәріні күніне 2 рет немесе 4 рет шашқан жақсы. Араларына 4 сағат салу керек. Мысалға 4 сағат шаштыңыз, содан кейін 4 сағаттан кейін шашыңыз. Бұл йоксты арғарай тамақтан арғарай жұтуға болмайды. Бұны шашпай тұрып, бірінші тамақтан алыңыз, тамақтан кейін шашқаныңыз дұрыс. Бұның түсі коричневый болып келеді. Шашқан уақытта йод құрамында йод бар. Каждый флаконда 30 мл повидон йод 2,5 грамм бар екен. Алантоин 0,3, вспомогательные вещества левоментол, лимонная кислота, моногидрат, натрия дигидрацитрат, этанол 96%, пропиленгликоль бар және тазартылған су бар екен. Бұл йокс маған көмектесті, бірақ сіздерге именно осыны шашып, немесе осындай дәрі ішіңіздер деп айта алмаймын. Өзіңіз шешесіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.